Саламатсыздармы, құрметті менің көрермендерім. Сіздермен мен Эльмира Өмірбек Түркиядан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Өзім туралы айтып өтейін. Мен Эльмира, Нұр-Сұлтан қаласынан келдім. Дәрігермін. Анкара қаласында жүргеніме бір айдан сәл ғана асты. Анкара жөнінде, күнделікті өмір жөнінде қысқаша түсірілімдер жасап сіздермен бөлісіп отырмын. Ұнаса лайк басыңыздар, каналыма жазылыңыздар. Міне байқап отырғаныңыздай, Анкараға да жақсы жылы ауа райы келді. Сондықтан мен енді Астанадан осыдан бір айдан артық уақыт бұрын келдім деп айттым ғой. Сол кезде өзіме енді қыздар болғаннан кейін көп заттар алып келе алмадық деп сырымды айта қояйын. Сондықтан бұл жолы Анкараның сауда үйлерін аралап көріп, кішкене өзіме ауа райына сәйкес киім алайын деп отырмын. Өзімде сол Анкараның сауда үйлерін білмеймін, сондықтан Google-дың көмегімен таптым. Бүгін сол Анка Мол деген үлкен гипермаркет бар екен, сол жерге баруды шештім. Бару өте қиын емес екен. Анкарада жүрген адамдар барлығы білер, что жаңағы Анкара бүкіл орталығы, бүкіл жаңағы метроның түйіскен жері, автобустардың барлық жүретін жері ол Қызылай деген жер. Сол Қызылайдан метромен бір ғана метромен ешқандай пересадкасыз 3-4 остановка дейді. Сонымен метромен бір 10 минутта жетуге болатын сауда үйі екен. Ал кеттік, кейін көрерміз. Көрермендер, мен жолға шығып бара жатырмын. Самый главный бізге ең басты керек нәрсе міне Анкара карт. Метроға, автобусқа барлығына жарайды. Осыны алдым. 11 лира тұрады екен. Бұның еще жаңағы басқа льготный түрлері бар. Студенттер үшін, пенсионерлер үшін. Мынау жалпы халыққа там карт деп аталады екен. Осы картамен қазір метромен біраз жерлерге барып келемін. Мынау карта. Осы картамен разбираемся, қалай баратынын. Бұл станцияның аты он бесінші Темуз Қызылай Милле Ираде Истасионы дейді. Бізге керегі Ақкөпіру деген остановка. 4-ші остановка. Метроларда осындай музыка бұрыштары бар. Мына кісі маған дейін айналып атқан, әлі айналып атыр. Барлығыңызға қайтадан амандасайын. Анка Молға келдім. Тап метроның аялдамасының түбінде екен. Үлкен комплекс. Қазір мен көрсетейін. Анка Мол. Өздеріңіз көріп тұрғандай Zara, Waikiki, H&M және өздерінің бренді бар, Бойнер деген бренд ба, магазин ба, білмеймін, ішінде неше түрлі
заттар сатылады. Киімнен бастап аяқ киім. Даже кейбіреулер айтады, жаңағы үй товарларына дейін сатылады деп. Кейін Медиамаркт деген магазин көріп тұрсыздар боларсыздар. Ол біздің технодом сияқты түрлі техникалар сатылады. Виктория Секрет соны қыздардың бәрі біледі әрине. Алтап қасында. Бізде ағылшын әріппен оқығанда CP Анкара отель. Бұлар G деп оқиды ғой, JP Анкара отель деген. Отель екен, тап қасында міне. Көріп тұрсыздар, күн жып-жылы. Барлығы темір жер асфальт. Айналасында үйлер. Әрине міндетті түрде Түркияның туы үлкен. Қараңыздар, қандай брендтер бар екенін. Stradivarius өзімізге белгілі. Астында Zara. Ана жерде мен Bershka көрдім. Pull & Bear. Білмеймін, дұрыс айтпасам кешірім сұраймын. Және алыста Karaja деген магазинді көрдім. Біз Караджаны обычно жаңағы посуда сататын магазин деп ойлаймыз ғой. Мұнда гүл ерлердің киімдері сатылып жатыр, костюм шалбарлары бар. Сондықтан мен түсінбей қалдым. Караджа посуда ғана емес, соған қарағанда біраз нәрселерді сататын бренд. Және міне ең мықты Түркияның бренді Mavi. Mavi деген гүл молодежная одежда, джинсы, футболкалар, худи, вот сондай, әсіресе сондай деним киімдер сатылады. Және ең бастысы бұл фирманың брендтің жаңағы лицосы Куванч Татлытук. Содан ақ байқай беріңіз, қандай мықты популярный бренд екенін. Ойлаған едім, жеңіл пиджак алам деп. H&M'ге кіргенмін, бағасын қараңыз қандай екен. Бұның бәрін енді бізше 34 теңгеге көбейту керек. Білмеймін, маған ұнап атқан жоқ бұлардың біреуі де. Более-менее жинақ екен, но матасы ұнап тұрған жоқ. Одан да мен турецкий брендтерді қарайын, H&M емес. Зараның биылғы сезонның түсі ақ. Бүкіл киімдері ағарып кетіпті. Zara. Бойнердің ішіне кірдім, түсіндім мен бұның не екенін. Бұл деген бүкіл брендтер жиналған үлкен просто магазиннің аты екен. Mavi, Tommy Jeans, Levi's, Lee, Cotton, сол сияқты Pierre Cardin дейді. Бүкіл брендтерді жинай қойған просто магазиннің аты екен. Бойнер деген өте жақсы бренді. Ішіндегі шелковый нәрселер. Әсіресе қыздарға әдемі көйлектер бар. Шелковый. Не көп, оптика көп айтайын дегенім. Күндік те. Оптика деген толып жатыр. Енді мынаны білмеймін, қандай бренд екен, білетіндер болса айтарсыздар.
кейін Rich дейді. Ну, скорее всего, Rich дегеннен кейін қымбат дүниелер шығар. Ипекке ол айттым ғой, өте қымбат магазин деп. Ну, относительно қымбат. Мына көйлекті қараңыз. Обычный стрейч, но плотный. Кішкене блескісі бар. Телефон көрсетіп жатқан жоқ қалай екен, но көйлек әдемі көйлек. Бағасы 599 лира, 600 лира деген сөз. Күшті екен. Сонымен ерекше, ешкімге ұқсамайтын әдемі киімдер алғыңыз келсе, Ипекиоға кіру керек екен. Суан деген бренд екен. Турецкий бренд. Нижнего белья іш киімдер сататын. Енді керемет ішіндегі әдемі нәрселер. Бірінші манекенде тұрған нелерді сұрадым, киімдерді. 400 лирадан екен. Барлығы айтып жатыр, Түркияның заттары өте қымбаттап кетті деп. Бұрынғыдай өте арзан, оңай сатып алуға болады деген ондай баға қазір жоқ. Барлығы да шетелдің басқа брендтерімен қатар бағамен. Атак, міне Суан деген түріктің бренді. Аққу дегенді білдіреді екен. Әрине түріктердің не көп, магазиндері көп, алтын сататын. Не деген алтын? Мынау келіннің білезіктері. Қолдарына 10 шақты білезіктер тағып жүреді жас келіндер. Қараңыздар, артынан ақтанып тұрған шығарсыз, Dairy Mod дейді. Магазин кожаных изделий. Куртка, шалбар, туфли, сумка, барлығы осы из кожи. Міне куванч. Фудкорт, кофе, бургерлар, сладости, тәтті нәрселер. Сайрем дейді, кидем. HD дөнер. HD дөнер Анкараның барлық жерінде көп орналасқан ол сеть. Ескендір дөнерінің күшті неше түрлі дәмділерін жедік. Соның ішінде ең әдемісі маған ұнаған сол HD дөнердегі. Кидем, Terra Pizza, KFC, Burger King, Макдональдс. Және неше түрлі өздерінің кафелері. Фудкорт. Менімен бірге Анкамолды аралап шықтыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Егер түсірілімім ұнаса, лайк басыңыздар. Менің каналыма жазылыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Эльмира Өмірбек, Түркиядан. Сау болыңыздар.